Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ақпараттық технологиялар кафедрасының арнайы пән оқытушысы Қойланова Балнұр Болатқызы. Құрметті бірінші курс студенттері, бүгін мен сіздерге информатика сабағынан жаңа тақырып өтетін боламын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алгоритмдеудің негізгі ұғымдары және алгоритмдердің қасиеттері. Әуелі мен сіздерге сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты алгоритм түрлері, жалпы алгоритм ұғымы, алгоритмнің қасиеттері, алгоритмдерді құру жолдары туралы білімдерімізді жетілдіру және де логикалық ойлау қабілетімізді арттыру болып табылады. Сабақтың жоспарымен таныстырып өтейін. Ең әуелі алгоритм ұғымына тоқталамыз. Сосын барып алгоритмнің қасиеттеріне тоқтап, толықтай 5 қасиетін талдайтын боламыз. Сосын барып алгоритмнің түрлеріне, яғни құрылымына, алгоритмнің негізгі 3 түрі бар, сол 3 түріне тоқталатын боламыз. Ал енді мен сабақты бастамай жатып, сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр, яғни алгоритм не үшін қажет? Бұл сұраққа құрметті бірінші курс студенттер өздеріңіздің мамандықтарыңыз бойынша жауап берсеңіздер, иә? Өздеріңіз көріп отырғандай, суретте компьютерлік ойын, мобильді қосымша және программалау тілі туралы суреттер көрсетілген. Яғни бұлар не үшін керек? Біз кез келген мобильді қосымшаны, кез келген компьютерлік ойынды немесе кез келген программа түрінде код жазу барысында ең әуелі біз алгоритм құрып алады екенбіз. Себебі біз белгілі бір нәтижеге тиімді түрде белгілі бір қадамдарды орындау арқылы нәтижеге жетеді екенбіз. Қазір алдағы уақытта мен сіздерге, яғни алгоритм қалай құрылады, оның құру барысы қалай, қай тілде құрылады, оның барлығын айтып өтетін боламын. Ал енді алгоритм дегеніміз не? Осы сұраққа тоқталып өтейік. Алгоритм дегеніміз алға қойылған мақсатқа жету үшін іс-әрекеттердің тізбектеліп орындалуы. Яғни белгілі бір нәтижеге біз тізбектерді орындау арқылы жетеді екенбіз. Яғни ол бізге уақытымызды үнемдеуге және де тиімді түрде белгілі бір шешімге жету мақсатында қолданады екенбіз. Алгоритмді негіз біз күнделікті өмірде қолданамыз. Мысалы, таңертең ұйқыдан тұрғаннан кешкі уақытқа дейін біздің әрбір әрекетіміз ол біздің бір күндік өміріміздің алгоритмі болып табылады екен. Енді алгоритмді сіздерге қарапайым бір мысалмен жеткізіп түсіндіріп өтейін. Мысалы, біз қызықты кітап оқу үшін алгоритм құрайық, яғни кітап оқудың алгоритмі. Ол үшін ең бірінші біз кітапханаға барамыз, кітапханашыдан кітабымызды аламыз, үшінші ол кітапты үйге алып келеміз, оны түсініп оқимыз, одан кейін ең соңында кітапты кітапханаға алып барып тапсырамыз. Яғни бұл біздің кітап оқудың алгоритмі. Сол сияқты күнделікті өмірде, мысалы, сабаққа барудың алгоритмі, тамақ жасаудың алгоритмі, кез келген істі жасаудың өзіндік алгоритмі болып табылады бар екен. Ал енді осы алгоритмдерді атқарушылар, яғни орындаушылар кімдер деген сұрақ туындайды, иә? Осы сұраққа жауап беріп өтсем, алгоритмді атқарушылар олар ең бірінші адамдар, екінші машиналар, үшінші роботтар және төртінші компьютер. Яғни бұл 4 атқарушы алгоритмді орындайтын ең негізгі орындаушылар екен. Ал енді алгоритмнің орындалу қатарына тоқталайын. Алгоритмді орындау үшін оның бір ережесі болады екен. Бірінші ережесі бұл алгоритмдегі әрекеттер жазылу қатары бойынша орындалады. Екінші, алгоритм қандай болмасын әрекеттерін орындарын ауыстыруға болмайды. Үшінші әрекетті, мысалы, үй соғу үшін, мысалы, біз ең әуелі фундаментін қалаймыз, сосын қабырғасын қалаймыз, сосын шатырын қалаймыз, иә? Сол сияқты әрбір қадамды рет-ретімен орындауымыз керек. Орындарын ауыстыруға болмайды. Үшінші, бір әрекетті аяқтамай келесіге ауысуға да болмайды екен.
бұл алгоритмнің орындалу қатары ең негізгі 3 ережесі алгоритмні орындау үшін. Ал енді біз алгоритмнің қасиеттеріне тоқталайық. Алгоритмнің негізгі 5 қасиеті бар екен. Ол түсініктілігі, дискреттілігі, анықтылығы, нәтижелігі және жан-жақтылығы. Енді осы әрбір қасиетіне жеке-жеке тоқталып, түсініктілігі қасиетті, яғни алгоритмді орындаушыға алгоритмді жазу барысында дәл, толық түрде көрсету. Екінші, дискреттілігі қасиеті. Алгоритмдерді тізбек түрінде, яғни қарапайым қадамдар түрінде құру. Және де қадамдар рет-ретімен орындалу. Бірінші қадам аяқталған соң, екінші қадамды орындау. Мысалы, қарапайым біз қызықты бір мақала оқу үшін ең әуелі біз газет аламыз, сатып аламыз. Оның ішіне қажетті ақпаратты, яғни мақаланы іздейміз. Сосын барып оқимыз. Сол сияқты кез келген алгоритмді құру кезінде оның дискреттілігін сақтау қажет. Үшінші, анықтылығы. Алгоритмдердің қадамдары нақты дәл түрде көрсетілу керек. Мысалы, 2 килограмм қант емес, 2 немесе 3 килограмм қант қажет емес, нақты 2 килограмм 200 грамм қант қажет. Яғни нақты алгоритмнің яғни қадамдарын құру кезінде нақты санды көрсету қажет. Төртінші, нәтижелігі. Кез келген белгілі бір тізбекті, яғни қадамдарды орындау барысында шешімге, яғни нәтижеге жету. Мысалы, информатикадан 5 алу үшін біз теориялық алған білімдерімізді практикалық түрде орындаған кезде ғана біз нәтижеге жетеміз. Жан-жақтылығы бұл қарапайым мысалмен түсіндірейін. Мысалы, біз есеп шығару кезінде көбейту, қосу, бөлу, азайту амалдарын кез келген сандарда қолданамыз. Мысалы, бөлуді біз осы сандарда қолданамыз, қосуды осы сандарда ғана қолданамыз деген ондай шарт жоқ. Сол сияқты алгоритмді құру кезінде ұқсас есептерді шешу барысында ол жан-жақтылығын көрсету қажет. Кез келген алгоритмді құру кезінде осы 5 қасиетті сақтау қажет. Оның түсініктілігі, дискреттілігі, анықтылығы, нәтижелігі, жан-жақтылығы. Осы 5 қасиетті қолдану қажет. Алгоритмдерді жазу үшін арнайы тілдер қолданамыз. Олар ең әуелі табиғи тіл, яғни сөздермен сипатталатын тіл. Екінші бізде бағдарламалау тілі, үшінші блок-схема тілі. Табиғи тілде біз алгоритмдерді компьютерде негізінен табиғи тілде өте сирек қолданады. Себебі ол алгоритмдерді дәл түрде және нақты ақпарат көрсетпейді. Сондықтан табиғи тіл өте сирек қолданылады компьютерде. Бағдарламалау тілдері арнайы біздер C#, C++, Delphi, Python, Pascal сияқты кез келген бағдарламалау тілінде біз алгоритм, яғни кодтаймыз, соның барлығы алгоритмдердің бағдарламалау тілінде көрсетілуін айтады. Үшінші, блок-схема тілі. Біз арнайы геометриялық фигураларды қолдану арқылы алгоритмдерді графикалық түрде бейнелейтін боламыз. Бұл графикалық түрде бейнелеу алгоритмдерді өте тиімді, нақты түрде қолдануға ыңғайлы түрде көрсетіледі. Блок-схемаларды құру үшін біз арнайы геометриялық фигуралар қолданамыз. Ол қандай фигуралар? Тіктөртбұрыш, ромбик, параллелограмм, эллипс. Негізінен блок-схема құрған кезде есептеу блогы, логикалық блок, енгізу-шығару блоктары, басы және соңы осы 4 геометриялық фигура бізде блок-схемада өте жиі қолданылатын фигуралардың қатарына жатады. Есептеу блогы бұл жерде әрбір есептеу кезінде біз тіктөртбұрышты қолданамыз. Ромбикті біз логикалық, яғни блокты условия, яғни шарт берген кезде екі бағытта жүзеге асады, ақиқат және жалған болған жағдайда. Параллелограмм, яғни енгізу-шығару кезінде қолданамыз мәліметтер экранға. Ал егер де мәліметтер құжатқа неге баспаға шығарылатын болса, онда біз мына геометриялық фигураны қолданатын боламыз. Эллипс фигурасын біз кез келген геометриялық блок-схеманы қолданған кезінде міндетті түрде блок-схеманың басы және соңы деп эллипсте көрсететін боламыз. Ал алдын алған анықталған процесс, модификациялау блогы, түйін осы 3 геометриялық фигураны біз қолданамыз, бірақ өте сиректе қолданатын екенбіз. Алгоритмдер негізі құрылымына байланысты 3 түрге бөлінеді. Олар бірінші сызықтық алгоритм, тармақталу алгоритм және циклдық алгоритм. Сызықтық алгоритмдер бұл тізбек ретінде тізбектелу орындалады.
яғни тізбектелу орындалады дегенде ретмен тізбек түрінде, яғни мысалы таңертең тұрамын, жуынамын, киінемін, әрқайсысы осылай тізбек ретінде орындалады. Тармақталу алгоритмі бұл жерде условия, яғни шарт болады. Егер де біздің шартымыз ақиқат болған кезде бірінші команда орындалады. Егер де біздің яғни орындайтын алгоритміміз жалған болған кезде, ақпаратымыз жалған болған кезде, онда екінші команда орындалады. Ал қарап отырсаңыздар, циклді алгоритмдерді бұл жерде осы жерде қайталанады. Яғни осы жерде қайталану процесі жүзеге асады. Мысалы, мен циклді алгоритм қарапайым мысал келтіретін. Біз күнделікті қолданатын телефонымызда код болады, құпия сөз болады. Құпия сөзді егер де біз дұрыс жазсақ, яғни ақиқат жазсақ, ақиқат болса құпия сөзіміз, онда телефонымыз блоктан ашылады, ары қарай біз телефонымыз ашылып жұмыс жасай береміз. Ал егер де біз құпия сөзді егер жалған, дұрыс емес жазсақ, берсек, онда бізде қайтадан біздің телефонымыз блокқа түсіп, оны қайтадан біз құпия сөзін қайтадан жазып, егер де ақиқат болғанға дейін орындай береміз, яғни қайталай береміз. Бұл циклдік алгоритм, яғни осы жерде цикл жүреді десек болады. Алдағы уақытта мен сіздерге сызықтық алгоритм, тармақталу алгоритм, циклдік алгоритм, осы үш алгоритмге жеке-жеке тоқталатын боламын, өйткені бұлардың әрқайсысы үлкен тақырыптардан тұрады. Енді мен сіздерге мысалмен бір мысал түрінде блок схема құрып көрсетейін. Таңертең ұйқыдан оянып, жуынып, яғни сабаққа бару алгоритмі. Таңертең ұйқыдан тұрамыз, үйден шығып автобус аялдамасына барамыз, автобусқа отырып, жол ақысын төлеп, автобустан оқу орнына жеткенде түсіп қалып, оқу орнына кіреміз. Бұл сабаққа бару алгоритмнің сөзбен, яғни алгоритмді сөзбен жазсын бұл жерде. Ал енді блок схема түрінде осылай құрады екенбіз. Кез келген блок схеманы құрған кезінде басы және соңы ол эллипс геометриялық фигурамен көрсетіледі. Және де есептеу блогы әрбір тіктөртбұрыштың ішіне мен тізбектерді жаздым. Әрбір қадамды тіктөртбұрыштың ішіне жаздым. Өйткені менің алгоритмім бұл сызықтық алгоритмге жатады. Яғни бірінен кейін бір тізбектеле орындалып отыр. Сондықтан да әрқайсысы есептеу блогына жазылады. Және де әрбір геометриялық фигураны мен стрелка, яғни бір-бірімен, яғни сызық арқылы жалғап отырмын. Көріп отырсыздар ғой. Кез келген фигураларды бір-бірімен осы стрелка арқылы қосуымыз қажет. Ал енді үйге тапсырма. Үйге екі тапсырма беріп отырмын. Біріншісі үй салу алгоритмін құрамыз, екінші су қайнату алгоритмі. Осы екі алгоритмді блок схема түрінде құрып көрсететін боласыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.